сәлем қадірлі көрермен, сіздермен өмірлік хикаялар арнасы. Бүгін сіздерге жүректі тебірентетін өмірден алынған ерекше хикаяны ұсынамыз. Кейде бір ауыз сөз, бір жалған өсек, бір сәтті күдік бүтін бір отбасының тағдырын өзгертіп жібереді. Ал сіз жақын адамыңызға қаншалықты сенесіз? Біреудің сөзіне еріп, өмірлік жарыңыздан күмәнданар ма едіңіз? Бұл оқиғада күйеуі көршінің өсегіне сеніп, сүйікті жарын опасыздық жасады деп ойлайды. Бірақ шындық мүлдем басқа еді. Оқиға сізге қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Қазір сағат қанша болды? Қай қаладан немесе қай өңірден көріп отырсыз? Пікірге жазып кетіңіз. Бір-бірімізбен танысып алайық. Ендеше уақыт жоғалтпай өмірден алынған әсерлі хикаямызды бірге тыңдайық. Әкетайым келді. Кілттің сыңғырын естіген 12 жасар сай есікке қарай тұра жүгірді. Оның соңынан су қолын алжапқышына сүрте жүгірген анасы да күйеуінің алдынан шықты. Келесі сәтте есік ашылып, қолына пакет ұстаған жас әрі сымбатты ер азамат кірді. Жүзінен шаршау басым байқалады. Асқар алыс сапарларға шығатын жүк көлігінің жүргізушісі еді. Ол әр сапардан әйелі мен қызына сыйлық әкелуді ұмытпайтын. Бұл жолы да солай болды. Пакетті Саяның қолына ұстата салып, өзі асүйге қарай беттеді. Мәз-мейрам болған қыз бала сыйлықтарын қарау үшін бөлмесіне қарай жүгіре жөнелді. Асқар, түскі ас ішесің бе? Деп сұрады әйелі пештен қуырылған етті шығарып жатып. Жоқ, отыршы, өтінемін. Еркек басын шайқап көзін төмен түсірді. Маржанның тынысы тарылып кеткендей болды. Жүрегі қобалжудан дүрс-дүрс соқты. Алақаны суланып кетті. Күйеуінің даусынан бір оғаш, бейтаныс ноталар естілді. Маржан үстелге жақындап Асқардың қасына отырды. Бірдеңе болып қалды ма? Деп сұрады ол мазасызданып. Күйеуі оның қолынан ұстап көзіне тіке қарап тұрып, сыбырлағандай дауыспен. Мені кешірші, Маржан, мен сенің алдыңда кінәлімін деді. Асқардың тамағы құрғап кетті. Ол жұтынып алып, сәл кідіргеннен кейін сөзін жалғады. Жалпы айтқанда, не болғанын Маржан түсінбей қалды. Мен сенен кетіп барамын деп түсіндірді Асқар және кінәлі кейіппен көзін тайдырды. Ас үйде өлі тыныштық орнады. Маржан күйеуінің сөзінің мәнін түсінуге тырысты. Кенет тамағына өксік тығылып, кеудесі шаншып кетті. Ол еріксіз қолын жүрегінің тұсына апарып су сұрады. Шошып кеткен еркек бір кесе су беріп, мән-жайды түсіндіруге тырысты. Сен олай ойлама, мен сендерді далаға тастамаймын. Тек жағдай осылай болып қалды. Бірақ Маржан күйеуін естіп тұрған жоқ еді. Көз алды мұнарта бастады. Басында мен сенен кетіп барамын деген сөз балғамен ұрғандай жаңғырып тұрды. Әйел не болғанын мүлдем түсіне алмады. Тұрмыстары өте жақсы еді ғой. Ешқандай ұрыс керіс, реніш болған емес, үйдің іші әрдайым тап-тұйнақтай, пеш үстінде ыстық тамағы дайын тұратын. Рас, соңғы кездері өзіне уақыт бөліп күтім жасауға мұршасы бола бермейтін. Бірақ күйеуі оған әрдайым. Сен бояусыз ақ сұлусың, сенің табиғи көркіңді жақсы көремін деп айтатын. Бәрін асты үстіне төңкеретіндей не болды сонымен? Асүйге қуанышы қойнына сыймаған Сая жүгіріп кірді. Қолында жаңа смартфонның қорабы бар еді. Әкетай, сен әлемдегі ең керемет жансың. Деп айқайлап әкесінің мойнына асыла кетті. Мен бұны бұрыннан армандап жүрдім. Асқар жымиып қызының шашынан сипады. Қыз бала тек қазір ғана анасының көзіндегі жасты және әкесінің жасанды күлкісін байқады. Ол Асқардан сәл алшақтап. Мұнда не болып жатыр? Біреу қайтыс болды ма? Деп сұрады. Жоқ, не айтып тұрсың? Деп сабырға шақырды әкесі. Біз анаң екеуміз сөйлесіп отырмыз. Онда ол неге жылап отыр? Қызым, былай ғой істің мәні. Деді Асқар оны тізесіне отырғызып жатып. Еркек балаға отбасынан кетіп бара жатқанын қалай түсіндірерін білмей іркіліп қалды. Әкеңе қайтадан сапарға шығу керек болып тұр деп араласты Маржан. Ол қызының жүйкесіне салмақ түсіргісі келмеді және күйеуі әлі де ойынан айныр деген үміттеді. Қалайша? Сен тек қазір ғана келдің ғой.
Бүгін рейске шығуы керек, жүргізуші ауырып қалыпты деп өтірік айтты еркек. Сосын менен оның орнына шығуымды өтінді. Асқар әйеліне ризашылықпен қарап, заттарын жинауға кетті. Сая әкесінің орнына отырып, анасының жүзіндегі жасты сүрте бастады. Анашым, неге бұлай ренжідің? Бұл жай ғана іссапар ғой деп жұбатты қызы. Бірақ Маржан көз жасына иіріп беріп қойған еді. Жасы мөлдіреп, бетімен төмен қарай ағып жатты. Ақыры ол өзін өзі қолға алып, қызының басынан сипады. Содан кейін бөлмеге кірді. Сен бұл шешіміңе сенімдісің бе? Деп сұрады күйеуінен нақтылап. Асқар үнсіз ғана басын изеді. Қайда барасың? Қайда тұрасың? Жә, алғашқы уақытта Азаматтың үйінде тоқтаймын, ал ары қарай көре жатармыз. Сенің басқа әйелің бар ма? Деп сыбырлап қана сұрады Маржан, тамағына қайтадан өксік тығылғанын сезіп. Асқар бір ауыз сөз айтпастан тағы да басын изеді. Сен оны жақсы көресің бе? Не үшін бұлай істедің? Деп сұрады Маржан, бұл жағдайда бұл сұрақтың қаншалықты орынсыз екенін түсініп тұрса да. Асқар соңғы затын салып, чемоданын жапты да, оны ұстап әйеліне жақындады. Көзінен мұң мен ауырлық сезіліп тұрды. Осыдан 13 жыл бұрын ол Маржанды алғаш рет кезіктіріп, бір көргеннен ғашық болған еді. 2 айдан кейін оған үйленуге ұсыныс жасады, және бірге өткізген өмірлерінде бұл шешіміне ешқашан өкінген емес. Сая дүниеге келгенде ол әйелін бұрынғыдан да қатты жақсы көріп кетті. Енді ол жай ғана жас, сұлу үй шаруасындағы қыз емес, ол ана атанды, және бұл оған өте жарасатын. Ол балапан басқан тауықтай күйеуі мен баласының жағдайын жасап, үнемі қамқорлық танытатын. Бір сөзбен айтқанда, мінсіз әйел еді. Бірақ жағдай осылай болып қалды. Маржан түні бойы жастықты құшақтап жылап шықты. Ол өзінің Асқарының оны сүймей қалғанына сенгісі келмеді. Бұлай қалай болуы мүмкін? Көз жасын тауысқан Маржан таң ата көз іліндірді. Таңертең қызын мектепке шығарып салып, бастығына телефон соқты да, өз есебінен бірнеше күн сұранды. Апта бойы ол күйеуіне телефон соғып, үйге қайтуға көндіруге тырысқысы келген сезіммен күресті, бірақ әр жолы оны бір нәрсе тоқтатып қала берді. Сая анасының өзімен өзі болып, тұйықталып кеткенін байқады, бірақ себебін түсінбеді. Оның барлық сұрақтарына анасы: өзімді нашар сезініп тұрмын, ауырып қалған сияқтымын деп бұлыңғыр жауап бере салды. Жексенбі күні үйге Маржанның әпкесі Гүлнар қонаққа келді. Ол 2 жас үлкен еді, бірақ әрдайым өмірлік даналығымен ерекшеленетін. Одан кез келген уақытта ақыл кеңес сұрауға болатын, ол не айтарын әрқашан білетін. Көмек сұрасаң, жүрегінің мейірімділігі мен жанашырлығы үшін жақындары оны қайырымды жан деп атайтын, ол әрқашан қол ұшын созуға дайын еді. Осындай ізгі қасиеттеріне қарамастан, Гүлнар өз отбасын құра алмаған еді. Ер азаматтардан жолы болмады. Бірде анасының айтқаннан шықпайтын жігіт жолықса, бірде дүние оңыз, сараң біреу кездесетін, тағы бірде тек өзін ғана ойлайтын өзімшіл жан тап болатын. Бірде тіпті әйел есебінен күн көретін қуда пайда болған еді. Бірақ Гүлнар оның арам ойын тез арада әшкерелеп үлгерді. Бір сөзбен айтқанда, махаббатта бағы жанбады. Бірақ ол үмітін үзбей, өз бақытын күтуді жалғастыра берді. Шай үстінде Маржанды мұқият тыңдап алып, ол істің мән-жайын білетін адамдай: қайтарғың келе ме? Жібер. Сен сияқты әйелді әлі іздеп табу керек. Сенің Асқарың да мұны жақын арада түсінеді. Әр нәрсе салыстырғанда білінеді деді. Қайтып келеді деп ойлайсың ба? Деп сұрады Маржан, көзінен үміт ұшқыны байқалып. Сенімдімін деп жұбатты оны әпкесі. Есі кіріп қайтып келеді. Ең бастысы, сен бұған бас қатырып таусыла берме. Өзіңмен айналыс. Қызың өсіп келеді. Оған мұңайған, езілген ананың емес, бақытты ананың үлгісі керек. Әпкесімен сөйлескеннен кейін Маржан серпіліп қалды. Гүлнарды шығарып салып, өзін ретке келтірді, гардеробындағы ең әдемі көйлегін киді. Өз түріне көңілі толып, айна алдында айналып тұрып, өз бейнесіне жымиды да: ал сен сұлусың, саған көз жасынан көрі күлкі көбірек жарасады. Мұңайғаның жетер. Өмір жалғасуда, деді. Бөлмеден шығып әйел қызын шақырды.
Сая, кейін біз киноға барамыз. Қыз бөлмесінен атып шығып, құлпырып кеткен анасын көріп таңғалып қалды. Анашым, сен қандай әдемісің. Жарты сағаттан кейін анасы мен қызы ойын-сауық орталығына кіріп бара жатты. Саяға бүкіл отбасымен бірге уақыт өткізген ұнайтын. Бірақ әкесінің жұмысына байланысты бұл өте сирек болады. Есесіне, сондай күндері ол өзін әлемдегі ең бақытты адамдай сезінетін. Әттең, әкеміз бізбен бірге емес, деді ол мұңайып. Ештеңе етпейді, бізге екеумізге де жақсы ғой, деп жауап берді Маржан. Киім ілетін жерде Маржан күйеуінің досы Бауыржанды жолықтырып қалды. Бауыржанды көргенде оның жаны астан кестең болды. Ол күйеуінің соның үйінде тұрып жатқанын білетін. Одан Асқар туралы сұрағысы келіп еді, бірақ ішіндегі реніш пен ыза бұған жол бермеді. Маржан, керемет көрінесің, деді Бауыржан жан жағына қарап, біреуді іздегендей кейіп танытып. Рахмет. Сені жолықтырғаныма қуаныштымын. Бізге жүру керек. Әйел қызын иығынан құшақтап кинотеатрға қарай беттеді. Танысын аң-таң қалдырып кеткен Бауыржан олардың соңынан ұзақ қарап тұрды да, үйіне келгеннен кейін досына: бүгін сенің отбасыңды көрдім, деп хабарлады. Асқар елең ете қалды, бірақ қызығушылық басым түсті. Қайда? Кинотеатрда. Сенің Маржаның еш өзгермепті, дәл үйленген күндеріңдегідей. Әлі де жап-жас, сұп-сұлу. Ол жалғыз ба екен? Деп нақтылады Асқар. Жоқ, айтып тұрмын ғой, Саямен бірге. Досының сұраулы жүзін байқап. Екеуі ғана, қызымен бірге, деп қосты. Бір түрлі екен, деп иығын қиқаңдатты Асқар. Мүмкін сен олармен бекер бұлай істеген шығарсың. Бәрін түсіндіру керек еді. Қалай дегенмен де ортада қыз өсіп келеді. Жоқ, мен әлі сөйлесуге дайын емеспін, деп кесіп айтты Асқар. Анашым, бұл рас па? Деп сұрады есіктен аптығып кірген Сая. Не рас? Деп нақтылады Маржан ас үйден шығып жатып. Әкемнің бізді тастап кеткені рас па? Оны қайдан алдың? Деп сұраққа сұрақпен жауап берді анасы. Шәрипа әже айтты. Ал Шәрипа әжең саған тағы не айтты? Деп сұрады Маржан қолын алжапқышына сүртіп жатып. Қап түбіндегі біз жатпайды, шындық әрқашан су бетіне шығады, деді. Қыздар сөзбе сөз жеткізді. Түсінікті, деді Маржан алжапқышын шешіп аяқ киімін киіп жатып. Сен киіміңді ауыстыра бер, ал мен барып, оның бұл ақпаратты қайдан алғанын біліп келейін. Шәрипа әже, жасы 65, мүмкін 70-тердегі, ауладағы белгілі өсекші әйел еді. Күні бойы ол подъездің алдындағы орындықта отыратын. Оның рұқсатынсыз, білуінсіз үйде ештеңе болмайтын. Көршілер оны ұнатпайтын, ал құрбылары оның әңгімелерін сүйсіне тыңдайтын. Ол әрқашан бәрі туралы бәрін білетін, кейде тіпті әңгіме кейіпкерлерінің өздерінен де көп білетін. Сонымен қатар Шәрипа әжені өтірік айтты деп ешкім айыптай алмайтын. Ол не көрсе соны айтатын. Бұл жолда қолына чемодан ұстап шығып бара жатқан Асқарды көріп, көршінің отбасында бәрі дұрыс емес екенін бірден түсінген. Саяны кезіктіргенде ол одан мән-жайды сұрап білмекші болды. Бірақ қыз үнсіз бұрылып қашып кетті. Есесіне, көп ұзамай оның ашулы анасы шықты. Шәрипа апа, сіз Саяға не айтып қойғансыз? Сізді кім мәжбүрледі? Мен не айтыппын? Деп ештеңе түсінбеген кейіп танытты қарт әйел. Жай ғана қызығушылық таныттым ғой. Біздің отбасымызда не болып жатқанда сіздің қандай шаруаңыз бар? Деп ашуланды Маржан. Неге әр нәрсеге қыстырыла бересіз? Ой бұл, мынаны қараңдар, өзі кінәлі болып тұрып, мені кінәлі қылып шығарды, деп Шәрипа әже қасында отырған құрбысына бұрылды. Содан кейін Маржанға қарап. Ауруын жасырған өледі демекші, өзіңнен көр, деп қосты. Қандай кінә? Не туралы айтып тұрсыз? Деп түсінбеді Маржан. Көргенімді айтып тұрмын, деп беріспеді Шәрипа әже. Маған тиіспе, барар жолыңмен жүр. Жоқ, болмайды, деп ашуланды Маржан. Не сіз маған қазір бәрін айтасыз, немесе? Ол сөзін аяқтап үлгермеді, Шәрипа әже оның сөзін бөліп жіберді. Немесе не? Ойнасыңа шағымданасың ба?
Маржан бұл сөздерден кейін тілден айырылып қалды. Ол көзін тез-тез қағып, ауызбен ауа қармаған балықтай ештеңе жауап бере алмай тұрып қалды. Ақыры ойын жинақтап Маржан қайта сұрады. Сіз не дедіңіз? Ештеңе деп жауап берді көршісі, және теріс айналып кетті. Мен сізді дұрыс түсіндім бе? Сіз мені күйеуіме адал болмады деп айыптап тұрсыз ба? Мен сені ештеңеде айыптап тұрғаным жоқ деп бұрылмастан жауап берді Шәрипа әже. Өздеріңіз шешіп алыңыздар, мені араластырмаңыз. Шәрипа-ау, сен сонда Асқарға әйеліңе еркектер топырлап кет, ол босағадан шықса болды деп айтқансың ғой, деп есіне түсірді оның құрбысы Зина апа. Ол сол күні сапардан келген сияқты еді. Үлкен сөмкесі бар болатын. Қандай еркектер, қандай топырлаған? Деп қайталады Маржан, естіген сөздерінен есеңгіреп. Менің ешқандай еркегім жоқ. Аха, әрине, деп желпініп кетті Шәрипа әже. Мен өзім көзіммен 3 еркекті көрдім. Біреуі жап-жас. Қолында папкасы бар деп ол тізіп шыға бастады. Асқар үйде жоқта 3 рет келді. Екіншісі ол кеткен күні иығына үлкен сөмке асып келді. Олар менен мекенжайды нақтылап сұрады. Ал тағы біреуі қымбат көлікпен келді, сен жүгіріп шықтың. Сосын сендер кетіп қалдыңдар, ал кешке ол сені қайталып келді. Көршісін тыңдап болған Маржан күліп жібере жаздады. Ол жас жігіт Саяның математикадан беретін репетиторының ұлы. Ол кісі ауырып қалып, сабақтан қалмасын деп орнына студент ұлын жіберген. Күйеуім кеткен күні компьютер жөндейтін шебер келген болатын. Оны Асқардың өзі шақырған, ал мен бастығыммен бірге кеткенмін. Менің демалыс күнім еді, бірақ жұмыста шұғыл көмек қажет болды. Сосын ол мені жеткізіп тастауды ұсынды. Маржан бұның бәрін айтып жатып, көрші әйелдердің алдында не үшін ақталып тұрғанын өзі де түсінбеді, бірақ оның басында басқа ойлар ұялай бастаған еді. Ол күйеуінің Шәрипа апаның өсегіне сеніп қалғанына тіпті сенгісі келмеді. Мүмкін, оның шынымен де басқа әйелі бар шығар. Түсіндірмесін аяқтап Маржан үйіне кетті. Шәрипа әже артық кеткенін түсініп үнсіз отырып қалды. Әне, Шәрипа, үнемі мән-жайды білмей жатып, еркекке неше түрлі нәрсе айтасың деп ұрысты құрбысы. Ал мен не істеппін? Мен ештеңе, жай ғана айта салдым, ал ол бірден сене қалды. Демек, тегін емес шығар. Маржан үйіне абдырап оралды. Бір жағынан ол күйеуі өсекке сеніп содан кетіп қалды деп ойлағысы келді. Бұл оның басқа ешқандай әйелі жоқ дегенді білдіреді. Демек, шындықты білгеннен кейін ол үйге оралады. Екінші жағынан, Маржанға Асқардың қандай да бір өсекшінің сөзіне оңай сеніп қалғаны өкінішті болды. Ал егер шынымен де басқа әйелі болса ше? Маржан күйеуіне телефон соққысы келді, бірақ оны бір нәрсе тоқтатты. Телефондағы контактілерді қарап отырып, оның көзі әпкесінің нөміріне түсті. Гүлнәр, біздікіне келші деп өтінді ол. Маған сенің ақылың өте қажет. Гүлнәр көп күттірген жоқ. Бір сағаттан кейін ол әпкесінің ас үйінде отырды. Маржанды мұқият тыңдап алып, Шәрипа әженің артына ащы сөздерді аямай айтты. Ал енді не істемексің? Деп сұрады ол ашуын басқаннан кейін. Маржан иығын қиқаңдатты. Асқар басқа әйелге кетемін деді ғой. Гүлнәр ойланып тұрып, жинала бастады. Сен қайда? Бәлгерлік жасап отырудың не мәні бар? Меніңше, барып сұрай салған оңайырақ деп түсіндірді ол, және плашын киіп үйден шығып кетті. Бауыржанның пәтерінің алдында жаңа ғана батыл әрі өзіне сенімді болып тұрған Гүлнәр кенеттен жасқанып қалды. Ол есіктің алдында тұрып, жүрегі дірілдей тың-тыңдады. Сонау жастық шағында оның Бауыржанмен арасында ыстық сезім, үлкен махаббат болған еді. Маржан мен Асқарды бір-бірімен таныстырғанда солар болатын, олар бір көргеннен ғашық болып қалған еді. Бір айдан кейін-ақ Асқар Маржанға ұсыныс жасады, ал тағы бір айдан кейін олар үйленді. Гүлнәр сіңісін өте жақсы көретін, бірақ Маржанның тез арада тұрмысқа шыққанына қызғанышпен қарайтын, ал оның Бауыржаны қарым-қатынасты заңдастыру туралы тіпті ишарада жасамайтын. Онымен жарты жыл кездескеннен кейін Гүлнәр жігітті таңдау алдына қойды. Не жақын арада үйленеміз, не айырылсамыз. Бауыржан түсініксіз бірдеңелерді айтып міңгірледі.
бірақ үйленуге ұсыныс жасамады. Қыз тіпті жаңа қарым-қатынастар құруға тырысты, бірақ әр келесі жігітті міндетті түрде Бауыржанмен салыстыратын, ал салыстыру әрдайым жаңа үміткердің пайдасына шешілмейтін. Жылдар өтті, табынушылар өзгерді, бірақ Гүлнәр тұрмысқа шықпады. Ол Бауыржанға деген өткен сезімдерден ешқандай із қалмағанына сенімді еді. Бірақ енді оның пәтерінің алдында тұрып, есіне олардың ыстық кездесулері, ұмытылмас күндері, шексіз қызықты әңгімелері оралды. Жүрегі жиі соғып, алақаны суланды. Кенет есік ашылып, табалдырықта Бауыржан пайда болды. Баяғы жасыл көздер, баяғы қарау, баяғы күлкі. Тек беті мен иегінде қалың қылшық пайда болыпты, ал маңдайында, тура қасының үстінде терең әжім із тастапты. Күтпеген жерден еркек артқа шегініп кетті, ал Гүлнәр ақырын ғана «Ах!» деп дыбыс шығарды. «Гүлнәр, сен мұнда не істеп жүрсің?» Естеліктер бір сәтте ғайып болды. Әйел өзін тез қолға алып, сөздеріне барынша немқұрайлылық танытуға тырысып, былай деп түсіндірді. «Мен шаруамен келдім, Асқар сенің үйіңде тұрып жатыр ма?» Бауыржан күтпеген кездесуден әлі де есін жия алмай, басын изеді. «Иә, тек ол қазір үйде жоқ» деп жауап берді. Олар бір-біріне қарап тұрды, арада осыншама жылдар өтпегендей еді. Олардың арасында бір тартылыс күші бар болатын. Барлық сөздер артық еді. Бұл екеуі бір-бірін сөзсіз түсінді. Алғаш болып үнсіздікті Гүлнәр бұзды. «Мен сөйлесейін деп едім». Ол сөзін аяқтай алмады. Бауыржан оның сөзін бөліп жіберді. «Кір. Подъезде сөйлесіп тұрмайтын шығармыз». Гүлнәр Бауыржанның пәтеріне қалай кіріп кеткенін өзі де түсінбеді. Әйел тек ыстық шай ішілген кесені ұстап алып, қолын күйдіріп алғанда ғана есін жиды. Қолын тартып алып, ауырғаннан айқайлап жіберді. Бауыржан оның қолын өз қолына алып үрлей бастады. Гүлнәр бірдеңе айтқысы келіп, оның әрекетіне кедергі жасамақ болды, бірақ тілі күрмеліп, санасы біртіндеп өшіп бара жатқандай болды. Бұрынғы ғашығының еріндері қолынан жоғары, иығына, мойнына жылжып, ақыры оның ерніне тиді. Гүлнәрдің жүрегі жиі соғып, кеудесінен еріксіз дыбыс шықты. Кенет Бауыржан оның қолынан ұстап өзіне қарай тартты. Әлсіреген аяқтары оған бағынып соңынан ерді. «Сен әлі де баяғыдай әдемісің, әрі қалаулысың» деп сыбырлады еркек. Қонақтың басында сананың бір сәулесі жылт етті. Гүлнәр Бауыржанды ақырын итеріп тастап сыбырлап қана: «Қанша жыл өтті? Бұның еш қажеті жоқ. Сенің өз өмірің бар, менің өз өмірім бар» деді. «Осы жылдар бойы мен сені күттім» деп мойындады ол. «Ал егер мен бүгін келмегенімде, сен тағы қанша күтер едің?» «Өмір бойы» деп жауап берді Бауыржан, және жүзін Гүлнәрдің жүзіне жақындатып көзіне тіке қарады. «Ал мен сені бірде-бір рет есіме алған емеспін» деп өтірік айтты әйел, бұрынғы ғашығының жанын ауыртқысы келіп. «Бірақ тұрмысқа да шықпадың ғой. Сен сияқтыны таппадым. Ал сен өзгеріпсің, өзімшіл болып кетіпсің. Қайта өзіме сенімді, батыл десеңші». «Жә, мен айтар едім, өр көкірек» деп. «Ал сен әлі де баяғыдайсың, қайырымды жансың». «Иә. Тағы да өзгелердің мәселесін шешіп жүрсің, ал өзің туралы ойламайсың». «Маржан менің сіңлім, және оған қазір өте қиын» деп түзетті оны Гүлнәр. «Мен оны соңғы рет көргенімде, оның қиналғанын байқамадым» деп жауап берді Бауыржан. Құлпырған, бақытты әйел. «Сеніңше ол күні бойы бұрышта жылап отыруы керек пе?» «Керек емес, әрине. Өмір жалғасуда. Бір адамдар кетеді, басқалары келеді. Сен не айтып тұрсың?» Асқар отбасынан кетіп, әйелі мен қызын қандай әйел үшін тастап кетті? Ол Маржанға кедергі жасағысы келмеді. Оның ешқандай әйелі жоқ. Бұл Маржан өзіне жаңа табынушы тапқан. Кез келген жағдайда Асқар солай айтты. «Мен солай ойлағанмын. Құдайға шүкір, оның ешкімі жоқ екен». Бауыржан Гүлнәрдің не айтқысы келгенін толық түсінбеді. Бұның бәрі жаман тілдердің өсегі мен өтірігі деп түсіндірді Гүлнәр. Маржан Асқарды жақсы көреді, және оны ешкімге айырбастамайды. Оның қандай да бір кемпірдің сөзіне тез сеніп қалғаны таңғаларлық. Осы сәтте кілттің сыңғыры естіліп, көп ұзамай есік ашылды.
Табалдырықта Асқар пайда болды. Дәлізде досы мен әйелінің әпкесін көрген Асқар сәл ыңғайсызданып қалды. Гүлнәр, сен мұнда не істеп жүрсің? Деп сұрады ол күртешесін қысып ұстап. Әне, сенің кімге ауыстырғаныңды көруге келгем, әйел лайықты сөз таңдауға тырысты. Қысқасы, менің сіңлімді кімге айырбастағаныңды. Асқардың жүзінде ешбір бұлшық ет дірілдеген жоқ. Ол сабырмен күртешесін шкафқа іліп, аяқ киімін шешіп бір шетке қойды да. Ал сенің сіңлің мені кімге айырбастағанын өзің көрдің бе? Деп сұрады. Сен оның біреуі бар деп қайдан алдың? Деп ашуланды Гүлнәр. Сауысқан құйрығымен жеткізді деп мысқылдады ренжіген Асқар. Ол сауысқанның аты Шәрипа әже емес пе екен? Деп дәл сондай тонмен жауап берді Гүлнәр. Асқар үндемеді. Ол ас үйге өтіп өзіне шай құйды. Үстелге отырып кеседегі ыстық сусыннан бір ұрттам жасап. Сауысқанның аты қандай екенінде не айырмашылық бар? Жел тұрмаса, шөптің басы қимылдамайды. Асқар, есіңді жи. Сендер Маржанмен бірге 13 жыл бойы тату-тәтті өмір сүрдіңдер. Сендердің керемет қыздарың өсіп келеді, ал сен әйеліңмен сөйлесіп, бұл күмәнді сейілтудің орнына отқа май құйып отырсың. Шынымен де, сен бала сияқтысың. Бір кемпір ойлап тауып айтты, ал сен өз әйеліңнен басқа кез келген адамға сенуге дайынсың. Гүлнәр Асқарды сондай сенімді түрде ұрысты, оған өзінің бұл ойланбай жасаған әрекеті үшін тіпті ұят болды. Осы уақыт ішінде ол ашу үстінде жасаған ісіне бірнеше рет өкінген еді. Бірақ әйеліне телефон соғуға батылы жетпеді. Ал ол неге бірден келмеді? Деп сұрады ол басына келген алғашқы ойды. Мүмкін, оған менсіз де жақсы шығар. Асқар, сен басқа әйелге кетемін дедің. Сеніңше, Маржан сенің соңынан жүгіріп қайтып келуіңді өтінуі керек пе? Асқардың бұған айтар уәжі болмады, тіпті айтатын ештеңесі қалмады. Ол желкесін қасып даусында өкініш байқалып. Иә, бір ақымақтық болды. Абсурд десем де болады деді. Ол Гүлнәр мен Бауыржанға қарады. Үстелден атып тұрып, аяқ киімін киді, жүре бара күртешесін іліп алып, үйден жүгіріп шығып кетті. Жарты сағаттан кейін Асқар өз пәтерінің табалдырығында тұрды. Маржан, мені ақымақты кешірші деді ол есікті ашқан әйеліне. Маған не болғанын өзім де білмеймін. Жұмыс бойынша серігім әйелі Күләшпен ажырасып жатқанын айтқан еді. Ол рейстен ерте оралғанда әйелін ойнасымен ұстап алыпты. Ал көршісі Күләштің бұрыннан еркектермен араласып жүргенін растаған. Осыны естіп келіп едім, бұл жерде Шәрипа апа өзінің әңгімелерімен шықты, сосын мені де ашу қысты. Бірақ сен неге басқа әйелге кетемін дедің? Сенің біздің айырылысуымызға өзіңді кінәлі сезінуіңді қаламадым. Маржан күйеуіне жақындап, оны құшақтады. Сүйікті ер адамының таныс иісі оны көз жасына еріп бергізді. Кешір, сүйіктім, жағдай осылай болып қалды. Мен енді ешқашан сенің адалдығыңа күмән келтірмеймін. Әкетай, сен қайтып келдің. Дәлізде бақытты қызы көрінді. Ал Шәрипа әже сені бізді тастап кетті деп айтқан. Ешкімді тыңдама. Дүниеде жаман тілдер көп, бірақ әр ауызға қақпақ бола алмайсың. Бәрі күліп жіберді. Кенет Маржан есін жиды. Ал Гүлнәр қайда? Ол сенімен сөйлесу үшін Бауыржанның үйіне кеткен болатын. Сен оны көрмедің бе? Бірге қайтпадыңдар ма? Асқар иығын қиқаңдатты. Жоқ, мен пәтерден жалғыз жүгіріп шықтым. Асқар кеткеннен кейін Гүлнәр үйіне жинала бастады, бірақ Бауыржан оны тоқтатты. Гүлнәр, бәрін басынан бастайықшы. Сенің басың бос. Мен сенен артық әйелді кезіктірмедім. Мүмкін, көрерміз. Бауыржан, мен 35 жастамын. Мен ештеңеге алып келмейтін кездесулерге тағы бірнеше жыл жұмсауға дайын емеспін. Адамдар бір-бірін жақсы көргенде, олар отбасын құрады, ал сен осыдан 13 жыл бұрын бұны істемедің. Және енді бірдеңе өзгерет дегенге сенбеймін. Өзгерет, Гүлнәр. Мен есейдім, даналандым және батылырақ болдым. Өзің байқағандай, ол кезде мен анаммен бірге тұратынмын. Мен сенімен кездесуге кеткенде ол өте ауыр қабылдайтын. Оның қан қысымы бірден көтеріліп кететін.
Ал мен үйленгім келетінін айтқанда, ол тіпті төсек тартып жатып қалды. Оның батасынсыз үйленуге батылым жетпеді. Жағдай осылай болып қалды. Сен менен кетіп қалдың, ал мен анаммен қалдым. Осыдан 5 жыл бұрын ол қайтыс болды. Онда неге оның өлімінен кейін келмедің? Деп сұрады Гүлнәр. Сен мені қабылдамайсың деп сенімді болдым, өйткені қаншама жыл өтті ғой. Сосын сен де ол кезде қарым-қатынаста болдың. Мен осы жылдар бойы сенің бүкіл өміріңе қызығып жүрдім, және саған сені жақсы көретінімді, және менің әйелім болғаныңды қалайтынымды айталатын бақытты сәтті күттім. Гүлнәрдің көзіне жас келді. Оның алдында осы жылдар бойы ұмыталмаған сүйікті бауыржаны тұрды. Еркек оның жүзіндегі жасты нәзік қана сүртіп, ерінен сүйді. Гүлнәр сүйіске жауап берді. Сонымен сен келісесің бе? Деп нақтылады Бауыржан. Менің әйелім болуға келісесің бе? Гүлнәр басын изеді, және Бауыржанды сондай қатты құшақтады. Сол сәтте олар бір бүтінге айналғандай көрінді.